сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз айранның емдік қасиеті. Қаймағы алынған немесе алынбай пісірілген сүтке азырақ су қосып ұйытылады. Ол жеңіл және сусындық тамақ. Қой, сиыр, ешкі сүттерін өңдеу арқылы алынатын сүт өнімдерінің бір түрі. Сүтті мәлім температурада жылытып, оған ұйытқы қосып, ағаш немесе шыны ыдыстарға құйып, бүркеп жылы орынға қояды. 3-4 сағаттан соң сүт ұйып, айранға айналады. Дені сау жас сиырдың қаймағы алынбаған сүтінен ұйытылған айран сіңімді тамақ әрі дәрі болады. Тәттілеу, қышқыл дәмді, суық райлы, жағымды, денені дымқылдандырады. Ыстық райлы адамдардың дене қуатын арттырады, өмірді ұзартады, жыныстық қуатты күшейтеді. Айранның ем болатын аурулары және істетілуі. Біріншісі, жоғары қан қысымы ауруына шалдыққан адамдар тамақтан кейін 30 минуттан соң күніне 0,25 литр 2 рет ұзақ уақыт ішіп тұрса, қан қысымы біртіндеп төмендейді. Екіншісі, нерв қызметінің қалыпсыздығынан ұйқы қашуда. Әр күн жатар алдында бабымен әзірленген айранның бір шыны ішіп жатса, нерв тынышталып, ұйқы жақсарады. Үшіншісі, ауру сырқау салдарынан болатын қан аздықта дене әлсіздікке айранды жақсы ұйытып, ұзақ уақыт бабымен ішсе, денсаулық біртіндеп қалпына келеді, жыныстық шабыт артады. Айранның құрамындағы қышқыл асқазан ауруына пайдалы, істетілу мөлшері лайығына қарай болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.